Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah Tağala sansız mақтаулар Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға, Алланың жақсылығы және игілігі берекеті болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті жамағат, құрметті көрермендер. Мен сіздермен, Құдай қаласа, 30 сабақтан тұратын тәжвид сабағын бастағалы жатырмын. Бірінші бүгінгі өтетін дәрісіміз жалпы әріптермен танысу. Араб әліппесінде 28 әріп бар. Олардың кейбіреуі біздің кирилл әріптеріне ұқсайтын болса, кейбіреуі біздің кирилл әріптеріне ұқсамайды. Әріптің шығатын орындары бөлек. Бірінші дәрісіміз әріптермен танысып шығу. Әлиф, әлиф, бә, тә, сә, сә. Яғни бұлар сақоланып айтылатын әріп, тілді тістеп. Сә, жим, жим, ха, тамақтың ортасынан шығатын әріп. Хо, тамақты қырнап айтамыз. Дәл, зәл. Бұл әріпті тістеп сақоланып айтамыз. Ра, зәй, син, шин, сад, дад, та, ظа, айн, ғайн, фә, қаф, кәф, ләм, мим, нун, ха, вау, я. Жалпы 28 әріптердің аталуы осылай аталады. Құрметті көрермендер, бүгінгі бірінші дәрісімізді осымен аяқтаймыз. Келесі дәрісімізде жолыққанша қош болыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.